Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында 10 минутта осындай керемет жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығатын сырдың рецептісіменен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл сырдың ерекшелігі қолдың сүті болмаған жағдайда магазиннің сүтінен де жасауға болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 1 литр сүтімізді темір ыдысқа құйып, отқа қоямыз. Бөлек ыдысқа 200 грамм қаймақ, 3 жұмыртқаны салып, венчиктің көмегіменен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа менен қаймағымыз екеуі сұйық масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз осылай. Сүтіміз қайнауға аз қалған кезде осы жұмыртқа мен қаймақ қосылған массамызды сүтімізге құйып отырамыз. 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді қайта-қайта осылай араластырып тұрыңыздар, ол міндетті түрде, және сүттің қайнауы 3-4 минут. 3-4 минут қайнағаннан соң осындай сүттен іріткі шыға бастайды. Енді тағы да сүтімізді 1-2 минуттай жақсылап қайнатып аламыз. Іріткіменен сары суы жақсылап бөлініп шыққанға дейін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай іріткі пайда болады. Енді сүтімізді өшіріп 1-2 минутқа қалдырамыз. Енді осы ірімшігіміз орташа қалыпқа келгеннен кейін бір бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Ол үшін бізге ірімшігіміздің суын ағызып алу үшін осындай ыдыстар қажет болады. Сосын осындай марлені қолданамыз. Осы марленің үстіне ірімшігімізді құйып аламыз. Бізде сары суы көп бөлініп шыққандықтан үлкендеу ыдысты алғандарыңыз жөн. Енді осы ірімшіктеріміздің барлығын салып, суы осылай төменге қарай тамып түсе береді. Бөлініп шыққан сары суын тастамаңыздар. Бұл сары суды осылай ішуге де, немесе блинчик пісіруге де болады. Осылай қасықтың көмегімен марлемізді басып-басып артық суларын шығарып аламыз. Енді дайын болған ірімшіктерімізді осындай формаларға немесе контейнерлерге салып, үстін ауырлау затпен бастырып қоямыз. Сырымыз осылай нығыздалып шықты, арасында тесіктер де пайда болып шықты. Холодильникте 1-2 сағат тұрғаннан соң осылай турап жей беруге болады. Сырымыз өте жұмсақ, дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.